Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт-дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ халқының қазақ ғұрыптарының бірі әруақты еске алу туралы айтатын боламыз. Арнамызға тіркеліп қолдай отырыңыздар, себебі әр қазағым білуі тиіс пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Әруақты еске алу. 3-ші, 7-сі, 40-ы және жылым беру. Ересек адамдар қайтыс болған соң 7-ші, 40-шы күні әруақ еске алынып аталып өтеді. Еліміздің кей жерлерінде 3-ші, 100-ші күндері де аталады. Арнаулы мал сойылып, алыс жақыннан ағайын, жақындары келіп дұға Құран оқиды. Бұрын келе алмағандар мал әкеліп бата қылады. Жоқтау айтылады, әруақтың жақсы істері, қасиеттері әңгіме болады. Кейінгі ұрпақтарына, жақындарына тілектестік білдіреді. Адам қайтыс болған соң 1 жыл толғанда оның жылы беріледі, дұға Құран оқылады. Бұл марқұмға көпшілік болып жасалатын соңғы құрмет. Бұдан кейінгі еске алуды отбасы өздері жасай береді. Жылынан соң қаралы үй қалыпты жайға көшіп қызықты өмір тіршілігіне араласады. Мұндай рәсімдер сәбиге жасалмайды. Жасалған күнде де отбасы болып атап өтеді. Бұрын ауқатты адамдар пайғамбар жасына келген атақты әкелеріне жылы толғанда ас берген. Ол үлкен жиын той ретінде аталып өткен.